Жалғастырамыз. Шымкентте жыл басынан бері өндірістік 17 жазатайым оқиға орын алып, салдарынан 3 адам жан тапсырған. Осындай олқылықтардың алдын алу мақсатында қалалық еңбек инспекциясының өкілдері кәсіпорындарды аралап, түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Кезекті жиын шаһардағы Спес автотранспорт жауапкершіліктері серіктестігінде өтті. Сондай онда мекеме қызметкерлерін вакцинациялау жайында сөз болды. Шымкент қаласы мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Бауыржан Қалжанов Спес автотранспорт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлерімен кездесті. Мекеме жұмысшыларына еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы түсіндірілді. Қазіргі таңда кәсіпорындар арасында ең көп кездесетін кемшіліктерді атап өтті. Біз бұл бір айдың көлемінде болды бұл жұмыстар бастағанымызға. Жалпы бастау себебіміз бұл жерде бізде Шымкент қаласының әкімінің тапсырмасы болды. Осы Шымкент қаласында орта және ірі кәсіпорындарда еңбек заңнамасының сақталуын, еңбек қауіпсіздігі мәселелерінің сақталуын талдау жүргізіңдер деді. Сонда талдау жүргіздік. 190-ға жуық компания қатысты ол талдаудың ішінде. Сөйтіп сол жерде еңбек заңнамасы бұзылу тәуекелдері бар деген компанияларды алдыңғы қатарда біз анықтап алдық. Олардың саны 54 болды. Біздің мақсатымыз қазір бірінші кезекте осы өзіміздің әлеуметтік әріптестермен бірге осы кәсіпорындарда еңбек ұжымдарымен кездесіп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Одан кейін мысалы мынау жағдай жаңағыдай бізде тәуекел жоғары компаниялар біткеннен кейін ары қарап келесі топтармен жұмыс жалғастыра береміз. Бірінші кезекте қазір бізде 54 компанияны өтіп шығу недеде тұр, күн тәртібінде. Біз 20-дан астам компанияға еңбек ұжымдарымен кездестік, жұмыс жүргізіп жатырмыз. Басқарма басшысы бүгінгі өзекті мәселелердің бірі вакцинаға да тоқталды. Оның айтуынша вакцинаға ешкімнің мәжбүрлеуге қақысы жоқ. Екпе алудан бас тартқан қызметкер санитар мамандардың қаулысына сәйкес апта сайын ПЦР тестілеуден өтіп өзінің вирус жұқтырмағандығын дәлелдеп отырса болғаны. Енді еңбек кодексінің 48-ші бабына сәйкес бұл жерде Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауға міндетті жұмыс берушіде, жұмыскерде. Сонда егерде заңдарда белгіленген талаптар орындалмайтын болса, осы 48-ші бапқа сәйкес еңбек кодексінің тиісті жұмыскерлер шеттетілуге жатады. Екінші мәселе бұл жерде осы екпе салдырмаса, онда міндетті ПТР тестілеу жасауға болады. Апта сайын оны жұмыс берушісіне апта сайын көрсетіп отырса, сонымен жұмыс істеуге болады. Енді жаңағы қарсы көрсетінің бар санаттары бар мысалда, екпе медициналық тұрғыдан рұқсат етілмеген категория, олар да босатылады мысалы. Егерде жоқ мен вакцинация салдырмаймын, бірақ ПТР тестілеумен апта сайын бір рет ПТР тестіден өтіп жұмысқа келіп жүрмесе, ондай мүмкіндігі бар. Жиын барысында мекеме қызметкерлері көкейлеріндегі сауалдарын жолдап мамандардан жауап алды. Айтып өтейік, кемшіліктер кездесіп есепке алынған 54 өндіріс орнының бүгінде 20-сында дәл осындай кездесулер өткізіліп, түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Перизат Ортай, Рулан Рүстемов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.